Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мен Қалиева Жадыра, Ұлытау облыстық әмбебап кітапханасының оқырманымын. 10 тамыз ұлт руханиятының темір қазығы Абай Құнанбайұлының туған күніне орай Абай дейтін мұхит бар, Алаш дейтін құрлықта атты поэзиялық марафонды назарларыңызға ұсынамыз. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис, сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны аласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мінәжат уәлилердің зарын аласы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақпар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы.